Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян, және бұл өмір хикаясы арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. Науқас кенеттен қозғала бастады. Осы уақытқа дейін ол жұқа көрпенің астында кеудесі әрең көтеріліп, жым-жырт суық жатқан еді. Бірақ қазір ол тоқ соққандай кілт жұлқынып, шынтақтап орнынан тұруға ұмтылды. Жағдайым өте нашар. Естіп тұрсыздар ма? Деп сыбырлады да, ауа жетпей тұншыға бастады. Айша қою қызыл сұйықтығы бар ауыр пакет ілулі тұрған тамшылатқыштан көзін алды да науқасқа қарады. Оның кеудесінен жыртыла шыққандай қарлыққан, ысылдаған ауыр дыбыс естілді. Науқастың бетін қызыл шұбардақтар басып кетті. Еріндері кенезесі кеуіп, өліктей қуарған, ал бет ұшында дерттің қызуынан от жанып тұрғандай еді. Маңдайы мен шекесінен бұршақтай ірі тер тамшылары бұрқ ете түсті. Науқас жанары бұлыңғырланып, палата ішіндегі ештеңені нақты көре алмай, айналасын әрлі-берлі шарлады. Мейірбике оның көзінен бейсаналы, керең үрейді байқады. Ауа жетпей жатыр, деп әрең айтты ол. Мына жерінде қысып барады. Ол жүрек тұсын ұстап, бар күшімен алысқа жүгіріп келіп, тоқтай алмай тұрған адамша жиі-жиі ентіге дем алды. Көмектесіңіздерші, мынаны алып тастаңдар. Науқас мазасыздана тулап, тамшылатқышқа қарай қол созды. Ол көрпеге оратылып, жұлқына берді. Айша науқасқа еңкейген сәтте, мұрнына қанға тән темірдің өткір иісі келді. Мейірбике қатты алаңдап, ер адамның білегіне қолын қойды. Керге малынған терісі мұздай әрі жабысқақ екен. Рахымжан Қадырұлы, өтінемін, қараңызшы, ол тұмшығып жатыр, деп дауыстап жіберді ол. Палатаның екінші бұрышындағы орындықта планшетінен көз алмай отырған дәрігерге бұрылып. Емдеуші дәрігер экраннан наразы кейіппен көз айырып, науқасқа жай ғана көз қиығын салды. Айша, бұл ақуызға деген қалыпты реакция, тамырдың қысылуы. Оған аллергияға қарсы дәрі жібер, бәрі орнына келеді, деді ол еш саспай, күнделікті әдеттегі даусымен. Кек орынсыз байбалам сала бермеші. Қасымбековтың тарихында аллергиясы бар. Мен оның картасын оқығанмын. Айша көрпе астында қалтырап жатқан ер адамға қайта қарады да, дәрігердің сөзіне іштей сенбеді. Бірақ ол қуарып барады ғой. Еріндеріне қараңызшы. Өз жұмысыңды істе де, артық нәрсеге араласпа, деді дәрігер ашуланып. Егер біз әрбір түшкірген сайын қан құюды тоқтата беретін болсақ, қан көрсеткішін ешқашан көтере алмаймыз. Осы кезде науқас кенеттен ыңырсып, екі қолмен бүйірін қысып, бүктетіліп қалды. Мейірбике өзінің кәсіби түйсігіне жүгініп, зәр жинақшқа көз тастады. Катетердің мөлдір пластик түтігі көз алдында қою, қорқынышты қара қоңыр сұйықтыққа тола бастады. Дәл осы сәтте науқастың бүйрегі істен шығып жатқанын түсінген әйелдің іші бауыры үрейден тітіркеніп, жүрегі қатты қысылды. Рахымжан Қадырлы, бұл жай реакция емес, деді ол бәсеңдеу, бірақ әлде қайда қатаң әрі нық үнмен. Бұл қазақ қызының үлкен кісіні сыйлағанымен, адам өміріне деген зор жанашырлық еді. Бұл дәл өзінің қаны емес сияқты. Дәрігер шанданып дауысын көтерді. Сен тағы бастадың ба? Қашан қайтамын? Мен саған бұйрықты орында дедім. Науқас қайтадан ыңырсып, денесі тартылып, кереуеттің темір жақтауына жабыса кетті. Айша бұдан әрі шыдай алмады. Қан құюды тоқтатыңыз, деп айқайлап жіберді ол. Дәл қазір. Сен не, маған бұйрық беретіндей кім едің? Деп ақырды Рахымжан Қадырұлы. Шық осы жерден. Өзіңнің қолыңнан келмесе, кезекшіні шақыр. Бірақ Айша оны тыңдамады. Оның саусақтары ішкі инстинктпен тітікшедегі пластик қысқышқа тартылып, қанның жолын тарс жауып тастады. Есімнен адастың ба? Дәрігер планшетін орындыққа лақтыра салып атып тұрды. Ол жетіп келіп, Мейірбикені иықтан қатты итеріп жіберді. Айша тепетеңдігін жоғалтып, қан ілінген темір тіреуішті қағып кетті. Ине тамырдан жұлынып шығып, қою қараған едендегі кафелге, Айшаның қолдарымен ақ қалатына шашырап, ақ матаны лезде қызылға бояды. Дәл осы кезде палатаның есігі айқара ашылды. Айқай шуды естіген кезекші тазалықшы апай жүгіріп кірді. Ол қанға боялған еденді көргенде татты шошып, екі қолмен бетін басқан күйі
табалдырықта тұрып қалды. Науқас тағы бірнеше секунд бойы қарлыға дыбыс шығарып, құрсып тырысты да бүйіріне ауыр құлады. Оның бет жүзі сұрланып, жанары сөніп бара жатты. «Мынаны мына жерден алып кетіңдер», деді емдеуші дәрігер, қарсыласқан мейірбикені нұсқап, қаһарына мініп. Тазалықшы апай дәрігердің ызғарлы бұйрығына бағынып, Айшаның өғынан ұстады да, оны палатадан сыртқа қарай итеріп шығарды. Айша қаңыраған, салқын дәліздің ортасында жалғыз тұрып қалды. Ол қолдарын баяу көтеріп, өз алақандарына қарады. Осыдан бірнеше минут қана бұрын жып-жылы болып тұрған бөтен адамның қаны қазір кеуіп, керісін қара қоңыр, жайсыз қабыршақпен тартып бара жатты. Оның жанынан жансақтау бөлімінің дәрігерлер тобы палатаға қарай дүркірей жүгіріп өтті. Оларды кім және қашан шақырып үлгергенін әйел адам түсіне де алмады. Терезеге қарама-қарсы қабырғаға сүйене бергенде, тізесінің дірілдеп, өзіне бағынбай бара жатқанын сезді. Терезенің арғы жағындағы аспанда баяу, енжар көшіп бара жатқан сұр бұлттарға қарап тұрып, Айша өз жүрегінің дүрсілін ғана естіп тұрды. Еріндері күбірлеп, іштей жаратушыға жалбарына дұға етті. Оның бар тілегі жабық есіктің арғы жағындағы адамның аман қалуы ғана еді. Біраз уақыттан кейін палатадан түрі қуарып кеткен Рахымжан Қадырлы шықты. Оның еріндері дірілдеп тұрды. «Оңбаған, не істегеніңді өзің түсінесің бе?» деді ол бәсең дауыспен. Бірақ әр сөзін шегелеп айтқаны соншалық, бұл сөздер айқайдан да өткір тиді. «Мен оның өмірін арашалап қалдым», деп жауап берді мейірбике. «Сен емін бұздың», деп кесіп айтты ол. «Сен жүйені өз бетіңмен ағытып тастадың, өз құзыретімен асып кеттің». Осы кезде өз кабинетінен аға мейірбике Райхан Иманқұлқызы сығалап, Айшаға жылдам көз жүгіртіп өтті де, толықша алақанымен аузын баса қойды. «О, жаратқан, мынаған қараңыздаршы, қасапханадан шыққандай үсті басы кіленған ғой. Ол кісі үзілгел жатыр еді», деді Айша құрғақ үнмен. Қаны сәйкес келмеді. Аға мейірбике, жұқа келген мейірбикенің төбесінен төніп тұрған Рахымжан Қадырұлына қарап мырс етті. «Айшау, сен тағы да қиялына ерік бердің бе? Саған үнемі айналаңдағының бәрі ақымақ, тек өзің ғана ақылды сияқты көрінеді тұрады». Бірақ Рахымжан Қадырұлы басылар емес. «Оның кім екенін білесің бе өзім? Ол Қасымбеков, әкімнің орынбасары. Сен қазір бәрімізді бүкіл облысқа масқара қылдың». «Ол адам», деп қорғанды Айша. «Ол қатты қиналды, тұншығып жатты». «Ал енді ол жансақтау бөлімінде», деп оның сөзін бөлді дәрігер. «Егер ол осыдан аман шықпаса, кінәлі тек сен боласың». Палатадан Қасымбеков жатқан арбаны алып шығып, жансақтау бөліміне қарай алып жөнелді. Науқастың бетіндегі оттегі маскасы терлеп кеткен. Ол жиі-жиі қиналып дем алып жатты. Жансақтау бөлімінің дәрігері Рахымжан Қадырлы мен Айшаның тұсына келгенде, қадамын бәсеңдетіп, жүйені кім жауып тастағанын тез сұрады. «Мынау, Райхан Иманқұлқызы Айшаны сенімді түрде саусағымен нұсқады. Өз бетімен бұйрықсыз істеді». Жансақтау бөлімінің дәрігері Айшаға қарады. «Неге?» «Гемолитикалық шок», деп қысқа қайырды ол. Рахымжан Қадырлы араға сөз қыстырмақшы болып еді. Бірақ реаниматолог оның сөзін бөліп тастады. «Ақталмай-ақ қойыңыз. Сараптамалар қанның сәйкес келмейтінін растады. Тағы 5 минуттан кейін мәйітханаға алып кетер едік». Емдеуші дәрігер жұтынып қойды. Иегі бұрынғыдан да бетер дірілдей бастады. «Бірақ тарихында бәрі жазылған еді ғой. Ол тарихтың қалай жазылғанын жақсы білеміз», деп кесіп айтты реаниматолог. «Сәйкестікке сынама жасап бедім өзім. Сотталғың келіп жүр ме?» Аға мейірбике әңгімеге араласып, қатты сыбырлай сөйледі. «Не айтып тұрғаныңызды түсінесіз бе? Бұл үлкен дау болады ғой». «Бұл адамның өмірі», деп сабырлы жауап берді реаниматолог. Сосын арбаның артынан жүгіре жөнелді. Лифттен үстіне ақ халат киген, қымбат әтірдің иісі аңқыған бас дәрігердің орынбасары шықты. «Мұнда қандай жиын өткізіп тұрсыздар?» Райхан Иманқұлқызы мен Рахымжан Қадырлы ақталып жатқанда, ол қабырғаға тақалып, қанға боялған қолдарын артына жасырып тұрған мейірбикеге қабағын түйе қараттырды. Содан кейін
сөз ағынын қолмен тоқтатып, Айшаға бұрылып, құрғақ бұйрық берді. Аусымды өткізіңіз де, түсініктеме жазыңыз. Орта буын медицина қызметкері бола тұра, қандай негізге сүйеніп емдеу процесіне араласқаныңызды және дәрігердің тағайындауын бұзғаныңызды толық жазыңыз. Оның үзілгелі жатқанына сүйендім. Айша оған тік қарады. Оны комиссия шешеді, деп кесіп айтты орынбасар. Ал әзірге жұмыстан шеттетілдіміз. Барыңыз, жуынымыз, адамдарды қорықпаңыз. Үйдің іші жым-жырт екен. Айша дәлізге кіргенде жарықты жақпастан маңдайын салқын айнаға сүйеді. Студент ұлы ұйықтап жатыр екен. Пәтер ішінде аздап киіп кеткен тамақтың иісі сезіледі. Тыныштық еңсені басып, көңілге қаяу түсірді. Ол ас үйге өтті де, шамды жақпаған күйі үстел басына отырды. Қараңғыда тоңазытқышқа жабыстырылған ипотека төлемінің түбіртегі ағарып көрінеді. Айша оған қараған сайын, алдағы төніп тұрған қауіпті сезгендей, іші қылдырықтай болып қысыла берді. Жұмыстан шығарады. Ертең нақты шығарады. Бәрін баярда шешіп қойған. Биік кабинеттерде, жұмсақ орындықта отырған шенділердің алдына барып ақталатынын ойлағанда, жүрегі айнып, бойын жиіркеніш биледі. Ол шұңғылшаға жақындап суды ашты да, баяғыда тап-таза болып жуылған қолдарын қайтадан ысқылап жуа бастады. Қанның қолқаны қапқан иісі әлі де мұрнынан кетер емес. Қарыз бен жаңа жұмыс іздеу туралы ойларын ысырып тастап, көз алдына бүгінгі науқастың бейнесі қайта-қайта келе берді. Тек тірі қалса екен, деп күбірледі ол іштей, жаратуштан тілеу тілегендей. Егер ол тірі қалса, демек мен бәрін дұрыс істедім. Келесі күні Айшаны таңғы 9-ға шақырды. Ол түнде дұрыс ұйықтай алмаған еді. Ұзақ уақыт төбеге қарап жатып, көз алдынан әлгі кісінің қуарған жүзін, жаншыра жұлқынған қимылдарын өткізіп, қысыла шыққан ыңыранысын есіне алумен болды. Кабинеттің іші қапырық екен. Ұзын үстелдің басында 6 адам отырды. Бас дәрігер, бас дәрігердің орынбасары, бөлім меңгерушісі, емдеуші дәрігер, аурухана заңгері және аға мейірбике. Отырмыз, деді бас дәрігер немқұрайлы үнмен. Айша орындықтың шетіне ғана жайғасты. Сонымен, деп бастады бас дәрігердің орынбасары, алдындағы қағаздарын парақтап. Кеше сіз науқас Қасымбеков Ықылас Махмұтұлына қан құю процесін өз бетіңізбен тоқтатыпсыз. Растайсыз ба? Иә, деді Айша. Қандай негізге сүйеніп, деп сұрады орынбасар, құжаттардан көз алмаған күйі. Онда гемолитикалық шок басталды, деп жауап берді Айша. Бөлім меңгерушісі мырс етті. Қарашы, бірден диагноз қоя салған. Мен белгілерін көрдім, деп түсіндіруге тырысты әйел. Ол тұншығып жатты. Бүйірі қысылып ауырды. Зәрі қара қоңыр түске еніп, қан қысымы түсіп кетті. Сіз дәрігерсіз бе? Деп оның сөзін бөлді бас дәрігер. Жоқ, Айша алдына қараған күйі жауап берді. Ендеше, бұл дәрге деген реакция емес, шок екенін өзірімізше қалай шештіңіз? Бас дәрігер менсінбеушілігін жасырмады. Айша оның көзіне тік қарады. Өйткені реаниматолог қанның сәйкес келмегенін растады. Ол тест жасады. Бас дәрігер енді бұл жерде айтатын ештеңе қалмағандай екі қолын жая салды. Бас дәрігердің орынбасары көзілдірігін баяу шешіп, оны халатының шетімен сүрте бастады. Содан кейін мейірбикеге бір түрлі аяушылықпен қарады. Айша, сіз күйзелістің, яғни стресстің не екенін білесіз ғой. Дүрбелеңге түсіп, хаттаманы бұзуға шешім қабылдаған сол бір қиын сәтте көзімізге кез келген нәрсе елестеуі мүмкін еді. Сіз қара қоңыр зәр туралы, бүйректің істен шығуы мен гемолитикалық шок туралы айтып отырсыз. Бірақ міне, менің алдында зертханадан келген жаңа ресми есеп жатыр. Мұндағы көрсеткіштерде сіз айтқанның ешқайсысы жоқ, бәрі тап-таза. Шыныңызды айтыңызшы, кеше реаниматолог сіздің қолыңызға тест нәтижелерін беріп көрсетті ме? Әлде жай ғана оның сөзіне сене салуды жөн көрдіңіз бе? Ал ол кісінің өзі айтпақшы. Сол кезде жүйкесі сыр беріп, құлаудың алдында тұрған болатын. Осы кезде заңгер сөз алды. Заң тұрғысынан алып қарасақ, мейірбикенің бұл әрекетін өз құзыретінен асып кету және емдеу процесіне өз бетімен араласу деп бағалауға болады. Сонда сіздер кінәні менің мойныма ілгілеріңіз келе ме? Деп сұрады Айша,
дауысы бәсеңдеп кетіп. Біз мән жайды анықтағымыз келеді, деп салқын жауап берді бас дәрігердің орынбасары. Әзірге бізге түсініктеме жазып беріңіз. Жүйені емдеуші дәрігердің рұқсатынсыз өз бастамаңызбен өшіргенімізді нақты көрсетіңіз. Айша аға мейірбике алдына ысырып қойған тап-таза ақ қағазға қарады да, қарсы алдында отырғандарды жағалай шолып шығып, ал түсініктемеде басқа қан құйылып шатасып кеткені жазыла ма? Деп сұрады. Бөлім меңгерушісі шорт кетті. Сен бізді не нәрсеге айттап отырсың? Мен науқасты өлтіріп ала жаздадыңыздар деп отырмын, деп қайырды Айша намысын дермей. Енді соның бәріне мені жауап берсін дейсіздер ме? Бас дәрігер қолмен ишарат етіп, бөлім меңгерушісін сабырға шақырды да, жұмсақ үнмен тіл қатты. Тыңдаңызшы, айналайын Айша. Сіз жас келіншектің бірсіз ғой. Алдыңызда әлі талай жұмыс бар. Өзіңіздің де, өзгелердің де өмірін құртып қажеті жоқ. Мен ешкімнің өмірін құртып жатқан жоқпын, деп жауап берді ол. Мен оның өмірін арашалап қалдым. Бас дәрігер үстелге таяна, алға қарай еңкейді. Ендеше түсініктемеге қол қойыңыз. Айша екі қолын тізесіне қойып, шорт кетті. Мен қол қоймаймын. Кабинет ішіндегілердің бәрі сілтідей тынды. Бас дәрігердің беті қызарып, қанталап кетті. Отырғандардың бәрі алдарындағы жұқа келген мейірбикеге тесіле қарады. Бас дәрігердің орынбасары баяу ғана тіл қатты. Олай болса, сізді жұмыстан босату туралы мәселені қараймыз. Қарай беріңіздер, деп кесіп айтты Айша. Дәл сол күні Айшаны түнгі ауысымға ауыстырып тастады. Райхан Иманқұл қызы оны бекет алдынан қарсы алып, көзіне де қарамастан: әзірге тіндесте тұр. Ойлан, бәлкім ақылың кірер, деді. Келесі бірнеше күн Айша үшін үнсіздікпен сыналатын нағыз азапқа айналды. Оны бірден жұмыстан шығарып жібермеді, бірақ айналасына көзге көрінбейтін, ешкім бұзып өте алмайтын мөлдір қабырға тұрғызып қойғандай еді. Кеше ғана демалыс күндерін қалай өткізетінін бірге талқылап жүрген құрбы мейірбикелер енді оны көргенде жанарларын тез алып қашатын болды. Ал дәрігерлер қасынан өткенде тіпті басын изеп амандасуға да жарамай үнсіз өте шығады. Ол түнгі ауысымдарда жұмыс істеп, өз міндеттерін қандай да бір механикалық, әбден жатталған мінсіз дәлдікпен орындаумен болды. Аурухана дәліздерінің осы бір қаңыраған бостығында оның өз жалғыздығы қолмен ұстауға болатындай кім ауыр сезілді. Кезекті түнгі ауысым аяқталуға таяған шақта Айшаға Қасымбековтің есін жиғанын және оны өзіне шақырып жатқанын жеткізді. Бұл хабарды естігенде ол қуаныш емес, бойын қандай да бір түсініксіз сірескен толқу билегенін сезді. Жансақтау бөлімінің ұзын дәлізімен келе жатып, ол кезекші мейірбикелердің өзіне деген ала көзбен қараған жанарларын байқады. Олардың көздерінде әрі қызығушылық, әрі үрей араласып тұрған еді. Кездер бәрі үшін ол керексіз болып қалған, қалтасында дайын үкімі бар адам сияқты көрінді. Палаташы жым-жырт. Кек медициналық құрылғылардың ғана бір қалыпты, баяу дыбысы шығып тұрды. Қасымбеков кірген адамға қарай басын әрең бұрды. Жақынырақ келіңізші, деді ол қарлыққан дауыспен. Бірақ бұл үнде әлсіздікке қарамастан бұйрық беріп үйренген адамның мінезі сезіліп тұрды. Мені аман алып қалған сіз екенін айтты. Және біреулер осы әрекетіңіз үшін сізді құрбандыққа шалуға шешім қабылдағанын да сыбырлап үлгерді. Мейірбике үнсіз ғана басын изеді. Айша, сіз кәсіби тұрғыда өз-өзіңізге қол салғаныңызды түсінесіз бе? Қасымбеков сәл ғана мырс етті де, көзінің қиығындағы терең әжімдері жиырыла түсті. Маған бүгін қағаздарды әкеліп көрсетті. Дәрігерлердің бәрі бір ауыздан сізді өз білгеніңізді істеп, мені о дүниеге аттандырып жібере жаздат деп жатыр. Айша кереуеттің шетінде тұрды. Осы бір әділетсіздіктен оның бар даусымен айқайлап жібергісі келді. Ол саусақтарын еріксіз жұмылдырып, тырнақтарының алақанына батып бара жатқанын сезді. Мен тек өз міндетімді орындадым, деп жауап берді ол, дауысын дірілдетпеуге тырысып. Мен сіздің бүйрегіңіз істен шыға бастағанын көрдім. Сіздің үзілгелі жатқаныңызды көрдім. Ықылас Махмұтұлы ауыр күрсініп, жанарын терезеге қарай бұрды.
Ал олардың есептерінде онда ештеңе жоқ. Онда бәрі тап-таза. Мін таба алмайсың, Айша. Ал мен ше? Мен кіммін? Мен жай ғана науқаспын. Шенеунікпін, иә. Бірақ мен дәрігер емеспін ғой. Комиссия менің сөзімді тыңдамайды. Маған жай ғана тұншығып жатқандай көрінді дер. Менің сезімдерім олардың есептеріне, сараптамалары мен сарапшылардың қорытындысына қарсы түк те емес. Өзімізде түсінуіміз керек. Ол үнсіз қалды. Айша күтті. Ертең таңертең олар сізді тап-тап тастайды, деп жалғастырды ол бәсең дауыспен, төбеге қараған күйі. Оларда әкімшілік ресурс, заңгерлер және мінсіз қолдан жасалған қағаздар бар. Ал сізде менің сөздерімнен, менің сезімдерімнен басқа ештеңе жоқ. Шынымды айтсам, мен өзім де бұған аса сенімді емеспін. Бұл олардың сарапшылық пікіріне қарсы сізді қорғап қала алуы екіталай. Менің сөзімнің құны мына тағайындаулар жазылған қағаздан артық емес. Ол кереуеттің жанында ілулі тұрған дәрі қабылдау жоспарын нұсқады. Айшаның бойын енді нағыз үрей биледі. Ол құтқаруды күтпесе де, қарапайым адами қолдауды үміт еткен еді. Бірақ оның орнына өзінің жеңілісі туралы салқын шындықты естіді. Сонда сіз де менің бекер араласқанымды дұрыс деп санайсыз ба? Деп сұрады ол. Тамағына ащы, демалуға кедергі келтіретін өксік тығылды. Меніңше шындық деген өте қымбат нәрсе. Кейде оның құны бүкіл мансабыңды тартып алады. Барыңыз, Айша. Келгеніңізге рахмет. Мен демалуым керек. Ол іштегі ең соңғы үміт отының сөніп бара жатқанын сезіп, есіктің тұтқасын ұстай бергенде, ту сыртынан оның құрғақ, ешбір сезімсіз дауысын естіді. Ертеңге дейін. Дегенмен де сізге рахмет, Айша. Өз мамандығыңызда қалуға күш табасы деп үміттенемін. Айша дәлізге шығып, артынан есікті жақты. Бұл үміттенемін деген сөз қоштасу үкімінде естілді. Ол, мен саған жұмыста қалуға көмектесемін демеді. Ол, қолынан келсе, өзім тырысып көр деді. Алдын ала қоштасып қойғандай. Тәртіптік комиссия келесі күні таңертең басталды. Ұзын үстелдің басында оның мүшелері жайғасқан. Қатаң костюм мен ақ халат киген бірнеше адам. Қапырық кабинетте олардың бет-жүздері бірдей сұрланып көрінді. Олар папкаларды әрі-бері ауыстырып, өзара бәсең дауыспен сөйлесіп отырды. Бірақ бәрінің назары үстелдің қақ ортасына қайта-қайта ауа бергені байқалады. Ол жерде облыстың бас трансфузиологы отырған еді. Ақ шашты, көзілдірік астынан ауыр қарайтын ол, айналасындағы сыбыр мен қарбаласқа мән берместен, ауру тарихын асықпай парақтап отырды. Бас дәрігер қолдарын артына ұстаған күйі терезе алдында тұрды. Ол өзін барынша сабырлы ұстауға тырысқанымен, сіресіп қалған мойнымен сарапшының әрбір сұрағы сайын бетіндегі бұлшық еттерінің жиырылып ойнағаны оның ішкі қорқынышын сатып тұрды. Айша сөзін аяқтаған кезде кабинет ішінде қолмен ұстауға болатындай ауыр, кім ауыр үнсіздік орнады. Бас дәрігердің езуіне әзер байқалатын мысқыл үйірілді. Оның ойынша, папкаға тігілген мінсіз құжаттардың алдында қарапайым мейірбикенің сөзі көк тиын еді. Комиссия заңгері Айшаны жұмыстан босату туралы бұйрықтың қағазына қол соза бергенде, есік қағылып, мүгедектер арбасының дөңгелектеріне тән паныс дыбыс естілді. Кабинетке аурухананың киімін киген әкімнің орынбасарын алып кірді. Ықылас Махмұтұлының өңі қуарып тұрса да, жанары өткір әрі қырақ еді. Арбаны оның көмекшісі итеріп келеді. Үстел басындағы ер азаматтар сілтідей тынды. Төбедегі шамның ызыңдаған дыбысы ғана естіліп тұрды. Жалғастыра беріңіздер, мырзалар, деді Қасымбеков бәсең дауыспен. Өздеріңіздің өлімге әкеле жаздаған қателіктеріңізді түзеп, өмірімді арашалап қалған адамды қалай жазалап жатқандарыңызды тыңдау маған өте қызық болып тұр. Көмекші ешкімнің рұқсатын күтпестен үстелге жақындап, бас трансфузиологтың алдына облыстық қан орталығының таңбасы бар пакетті қойды. Бұл ресми ауру тарихында жоқ дүние, деп жалғастырды Ықылас Махмұтұлы. Бірақ бұл мен есімді жиған кезде қанымнан табылған шындық. Ақ шашты трансфузиолог көзілдірігін түсеп құжаттарды ашты. Комиссияның басқа мүшелері демдерін ішіне тартып қозғалыссыз қалды. Бас дәрігер керезе алдын саусақтарымен тарсылдатқанын кілт тоқтатты.
Оның бет-әлпеті сұрланып, қара жердің түсіндей қарая бастады. Шамның ызыңы мен тарсылының астында қабырғадағы сағаттың бір қалыпты шыртылы мен сарапшының саусағындағы қағаздың сыбдыры ғана естіледі. Трансфузиолог құжатты ұзақ оқыды. Оның жанары жолдармен асықпай сырғып, қабағы барған сайын түйіле түсті. Ақыры ол емдеуші дәрігерге баяу көз тастады. Мынау тіпті қызық екен. Сарапшының дауысы әдеттегіден тыс құрғақ шықты. Содан кейін оның зілдей ауыр жанары бас дәрігерге қадалды. Сіздердің ауру тарихыңызда науқасқа өзінің екінші теріс топтағы қаны құйылды деп жазылған. Алайда сіздер тексеру үшін сол қанның бос контейнерін көрсете алмадыңыздар. Ал мынау тәуелсіз сараптама. Облыстық бас трансфузиолог әкім орынбасарының көмекшісі берген құжаттарды жоғары көтерді. Ал бұл құжат мүлдем басқа нәрсені айтады. Нақтырақ айтсақ, Қасымбеков мырзаның қанынан резус қақтығыстың белгілері табылған. Отырғандардың бәрі демін ішіне тартып, құрметті сарапшының жалған нәтижелер тігілген папканы екі саусағымен жиіркене шетке ысырып тастап, тәуелсіз зертхананың есебін қайтадан қолында сілке көрсеткенін бақылап отырды. Мына көрсеткіштерге қараңыздар. Мұнда аса ауыр гемолитикалық шоктың бұлтартпас, даусыз көрінісі тұр. Бұны қолдан жасау да, жасыру да мүмкін емес. Бұл іздер адамға сәйкес келмейтін қан құйылғанда ғана пайда болады. Сіздер өздеріңіздің жалған құжаттарыңыз арқылы мені адастырмақ болдыңыздар. Бірақ мына сараптама трансфузиолог сөзін аяқтамады. Ол қатыгез комиссияның алдындағы орындықтың шетінде жетімсіреп бүрісіп отырған Айшаға қарады. Және бәріміз мойындауға тиіспіз. Осы бір әйелдің, осы бір жүректі, батыл мейірбикенің әрекеті біздің дәл қазір бұл жерде өлім жағдайын талқыламауымыздың жалғыз ғана себебі. Оның адам өміріне деген адалдығы болмағанда, жағдай мүлде басқаша болар еді. Бас дәрігер бірдеңе деп қарсыласпақ болғандай жұлқынып қалды. Бірақ трансфузиологтың мұздай суық жанарының астында жақ сүйегін қаттырақ қысып тістелене берді. Бөлме ішінде тыныштық орнады. Бұл істің немен тынатыны енді бәріне айдан анық болды. Облыстық трансфузиолог орнынан ауыр көтеріліп, өзінің түбегейлі шешімін кесіп айтты. Тәуелсіз сараптаманың барлық материалдары мен мына ауру тарихы дереу прокуратураға өткізіледі. Мұнда қызметтік жалғандық жасау және науқастың өміріне қауіп төндіретін жағдай туғызу фактісі көрініп тұр. Бас дәрігер мен жауапты қызметкерлер тергеу аяқталғанша жұмыстан шеттетіледі. Айша болып жатқан жайтқа сене алмай, қозғалыссыз отырды. Ол ғажайыпты күтуден қалған, қуғынға түсетініне іштей әбден көніп қойған еді. Дәл қазір оның бойында ешбір жеңіс сезімі, шаттық жоқ. Кек құлағында шымылдаған, оғаш бір тыныштық қана тұрды. Мырзалар, барлығыңыз боссыздар, деп мәлімдеді бас трансфузиолог. Содан соң есінен тана жаздап тұрған Айшаға қарай тура жүрді. Ол Айшаның ұғынан әкелерше, қамқорлықпен қағып, жұмсақ үнмен: «Сізге үлкен рахмет айналайын. Мұндай қырағылықты қазір сирек кездестіресін», деп қосты. Екеуі кабинеттен бірге шықты. Олардың артынан есік жабылып, бәсеңдеген дауыстармен заңгерге бірдеңе дәлелдемек болып айқайға басқан бас дәрігердің ащы дауысын іште қалдырды. Егде жастағы трансфузиолог кеткеннен кейін Айша енді не істерін білмей дәлізде біраз бөгеліп қалды. Кабинеттен сағысынған аурухана қызметкерлері бірінен соң бірі шығып жатты. Қасымбековтың бұрынғы емдеуші дәрігері Рахымжан Қадырұлы тізесі бүгіліп сүйретілген күйі қасынан өте шықты. Оның жанары адасқандай әрлі-берлі шарлап, өзімен өзі күбірлеген күйі кетіп бара жатты. Айша оның артынан қарап тұрды. Ол ұзын дәлізде теңселе басып алыстап бара жатты. Көмекшісі Қасымбеков отырған арбаны баяу итеріп шығарды. Ықылас Махмұтлы тоқтауды өтініп, қолын сәл көтерді. «Ал Айша, құттықтаймын», деді ол. «Сіз жеңдіңіз». Айша оған қарады. «Біз жеңдік, Ықылас Махмұтлы. Егер сіздің папкаңыз болмағанда, олар мені таптап тастар еді». Әкімнің орынбасары оған қолын созды. Шынтағының бүгілісінде инеден қалған із әлі де көрініп тұр еді. Айша бір сәт тартынды да, өз алақанын оның қолына қойды. Оның қолы жылы әрі күшті екен. «Енді не істейсіз?» деп сұрады ол. «Білмеймін», деп шынын айтты әйел.
Алдымен үйге баратын шығармын. Осы 1,5 апта ішінде бірінші рет жаман түс көрмей, қанып ұйықтаймын. Жақсы жоспар екен деп басын изеді Қасымбеков. Бірақ есіңізде болсын, сіз сияқты мамандар ұзақ уақыт жұмыссыз қалмайды. Бұл аурухананың жаңа тарихында сізге өз ар-ұжданыңызбен соғысудың қажеті жоқ. Лайықты орын ұсынылуын мен өзім қадағалаймын. Ол Айшаның қолын тағы бір рет сәл қысып, көмекшісіне әрі қарай жүруге белгі берді. Айша халатының жағасын жөндеп, керең дем алды да, қарама-қарсы бағытқа киім ауыстыратын бөлмеге қарай жүрді. Алда оны тыныш кеш, сырттың салқын таза ауасы және ең бастысы, ертеңгі күнге деген сенімділік күтіп тұр еді. Бір айдан кейін құжаттарды қолдан жасау туралы атышулы іс аурухана ішінде, дәрігерлердің өзара бас қосқан жерінде, шәй үстінде әлде талқыланып жатты. Бірақ бұрынғы басшылықтың қателіктер мен қылмыстарды жасыру үшін құрған тамыр таныстық жүйесі мен билігінен қорқу сезімі ақыры бір жолата жойылды. Бұрынғы басшылық сотты күтіп отырды, ал бөлімшедегілер қатаң әрі әділ жаңа тәртіпке үйрене бастады. Рахымжан Қадырұлы қызметтік міндеттерін өрескел бұзғаны және құжаттарды жалған жасағаны үшін жұмыстан қуылды. Еңбек кітапшасындағы мұндай жазумен оған кез келген дұрыс емхананың есігі жабық еді. Әкімнің орынбасары бөлімшеге келді. Ол жоспарлы тексеруге келген екен, бірақ дәрігердің кабинетіне бұрылмас бұрын мейірбике бекетінің алдында бөгелді. Үстел үстінде бұйрықтар жазылған ашық папка, ал оның жанында су жаңа жарқыраған төсбелгі жатыр еді. Қасымбеков құжаттағы жолдарға көз жүгіртіп өтіп, Айшаның кегіне келгенде тоқтады. Енді оның тұсында бөлімшенің аға мейірбикесі деген жазу тұрды. Дәл осы сәтте палатадан Айша шықты. Ол тап-таза халат киген, шашын ұқытты жинаған. Оның крему қозғалысында өзіне сенімді әйелге тән биязылық пен сымбат пайда болыпты. Бұрынғы науқасты көрген ол кілт тоқтап, төс белгісін жөндемек болып қолын кеудесіне апарды. Бірақ саусақтары тек матаға ғана тиді. Ескісін шешіп тастаған, ал жаңасын әлі тағып үлгермеген екен. Тағайындалуыңызбен құттықтаймын, Айша Серікқызы. Қасымбеков папканы нұсқады. Әділдік сізге өте жарасады екен. Рахмет, Ықылас Махмұтұлы. Айша жымиып қойды. Денсаулығыңыз қалай? Дәрігерлер көрсеткіштерімді ғарышкердікі сияқты деп жатыр, деп мырс етті ол. Бүйрегім мінсіз жұмыс істеп тұр. Сөйтсек біреудің көңіліне қарап емес, нақты хаттама бойынша емдесе, іс әлде қайда жылдам жүреді екен ғой. Ол үстел үстінде жатқан жаңа төсбелгіге тағы бір көз тастады да, байытты үнмен: осы ауруханада қалғаныңызға қуаныштымын. Енді мен өзім үшін де, осы жерге түсетін басқа адамдар үшін де алаңдамаймын, деп қосты. Қасымбеков дәрігердің кабинетіне қарай дәлізбен жүріп кетті. Ал Айша өзінің жаңа төсбелгісін қолына алды. Ол кеудесіндегі түйреуішті қадады. Оның жанарынан іске деген жалынды шешім мен сенім оты көрініп тұрды. Ол дәл өзінің лайықты орнында еді. Ал сіздерге біздің оқиғамыз ұнады ма? Пікірге міндетті түрде жазып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Небары 1-2 күннен кейін бұл жерде жаңа, әсерлі оқиға жарық көреді. Өткізіп алмаңыздар.